Ерке Исмахан туралы 10 дерек. Ерке Әбдірәш-қызы Исмахан 30 қарашада 1984 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген қазақ эстрадасының танымал әншісі, актриса. Әлімұлы тайпасының Төртқара руынан шыққан. Ерке Исмахан Ақтөбе қаласындағы Алтынсарин атындағы мектепте оқып, 5 сыныптан кейін музыкалық мектепке ауысқан. Сонда ол домбыра, қобыз, фортепианода ойнауды үйренген. Кішкентай кезінен ән айтып, би билегенді ұнататын. Колледжді бітірген кезде арман қуып Алматыға келеді. 2005 жылы оңтүстік Астанада Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрадалық вокал бөлімінің студенті атанады. Екі мың 2009 жылдан бастап Баян Мақсатқызы басқарған Shine Stars Production продюсерлік орталығының жаңа жобасы Іңкәр тобының әншісі атанады. Оның алғашқы жеке әні мен бейнебаяны Айша Бибі әні еді. Төреғали Төреәлімен дуэт құрып Алло әнін орындап шығу арқылы танымалдылығы артта түсті. Әншінің жеке орындауында Айша Бибі, Әйел бақыты, Ерке, Мың бала сезім және тағы басқа өлеңдері бар. Десе де бұл әндердің барлығы әншінің 2017 жылы орындаған Қайда әні басып озды. Қайданың бейнебаяны YouTube арнасындағы қазақ әндерінің арасында бұрын соңды болмаған рекорд көрсеткішті жинады. Желіге 2017 жылы 9 маусым айында жүктелген бейнебаянды 159 миллионнан астам көрермен тамашалаған. 2017 жылы қыркүйек айында Қайда әні EMA Еуразиялық музыкалық жүлдеде ғаламтор таңдауы аталымында жеңіске жеткен болатын. Ерке гастрольде болғандықтан ұйымдастырушылар оның жүлдесін Баян Мақсатқызына табыстады. Фильмдер тізімі 2018 жылы Махаббат кафесі Мақпалдың рөлінде, 2022 жылы Келінжан 4 Диана Медбикенің рөлінде. Бойы 1,67 метр. Назарларыңызға рахмет.